Қазір көптеген адамдар көп проблемада жүр, иә. Проблема деген негізі атын проблема деп алып алғанбыз ғой өзіміз. Негізі проблеманың өзі білмейді проблема екенін. Қараңыздар, қазір көптеген адамдар, жас қыздарды алатын болсақ, мысалы, олар бір қыздар жігітпен жүреді де, бауыр басып қалады, жақсы көріп қалады, почему-то ол жігіт тастап кетеді. Сол сияқты тағы миллион адам айтсақ, миллион түрлі проблема шығады. Бірақ көбісі сол ситуациядан қиналғысы. Ол сені Құдай ол проблеманы сен қиналсын деп берген жоқ та. Именно сол проблемадан сен сол статустан екінші статусқа міну үшін уақытың келді, жаным, оян деп беріп отыр да. Барлығымыз сол ситуациядан қашып кеткіміз келеді, ана адамды жазалағымыз келеді, ана адамды бір алдыңа алып келіп қойып на колени тұрғызғың келеді. Бірақ почему-то адамдар бір проблема келген кезде не үшін? Осы жерде мен қандай сабақ алуым керек деп өз-өзіне сұрақ қоймайды. Өйткені миға осы проблема ма, осы сабақ маған не үшін беріліп тұр деп, не үшін деп миыңа сұрақ қойсаң, автоматты түрде миыңыз не үшін беріліп жатқанынан жауабын тауып береді. Психологтың алдына барсаңыз да, сіздіңге миллион түрлі сұрақ қояды да, жауабын өзіңіздің ішінен жұлып, өзіңіздің қолыңызға ұстатады. Міне, осыны таппай жүрсің сен. Сен ол психолог саған тауып берген үшін сенің ақшаңды алады. Көрдіңіздер ма? Өз-өздеріңізге психолог болыңыздар. Проблема келді ма? Не үшін? Тап осы жерде мен қандай сабақ алуым керек? Маған Құдай нені үйретіп тұр деген сияқты. Көрдіңіздер ма? Любой ситуациядан сұрақ қойып үйренгеніңізде жауабыңыз сіздің ішіңізден шығады. Ол сыртта емес.